10 жастағы балалардың пікірін біз психологтың қатысуымен қараймыз. Сонда құрметті әкелер, маған айтқым келеді. Мен де анамын да, бірақ балалар бізге процесске келіп, апай, папам айтасыз ба, бізді мазаламасыншы, кешке дейін бізді сотқа шақырмасыншы деген сондай просьба жасайды бала, 10 жастағы бала. А 10 жастағы бала сотқа келіп, әкесі мен шешенің арасындағы дауды шешіп жүретін орны ма? Жоқ. Ал бірақ біздің балаларымыз сондай қазір тәрбие алып жатыр. Әкелер ойлайды жаңағыдай, добытчикпіз, материалдық тұрғыдан оны жаңа қамтамасыз етіп қойса, басқа отбасы рухани құндылықтың қажеттілігі шамалы деп ойлайды. Бірақ қателесесіздер. Әкенің берген тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды дейді ғой. Сондықтан әкенің орны бөлек екенін ескерулерді сұраймын. Себебі әрбір дауды неке бұзу туралы ойлайтын боларсыздар. Ой, түкке тұрмайтын дүние ғой деп. Жоқ, неке бұзу туралы дауды қараған сайын, дау одан ары ушыға береді. Сіз балаларыңыздың одан әйелді сіз әйелге жаңа кесірім тиіп жатыр деп ойлайтын боларсыз, бірақ жоқ. Әйелге күйеу табылады, күйеуге әйел табылады. Балаға әке мен шеше табылмайды. Соны ескеріңіздер. Бір осыдан 3-4 жылдық, 4-5 жылдық шамасында әйелге қол көтеру, алкогольдік ішімдікке үйір көбейді. Практика бойынша. Бірақ бүгінгі таңда ол азайды, бірақ бүгінгі таңда жаңағы құмар ойын ойнайтын біздің Жаңаөзеннің басты проблемасы. Құмар ойын ойнайды. Мұнайды жасаған не керек? Балалардың бәрі кредитке батып отыр. Потому что айлықтың бәрі сол ойынға кетіп жатыр. Сосын нашақорлық бізде белең алып тұр. Оны жасыруның қажеті жоқ деп ойлаймын. Осындай форумдарды өткізген кезде айту керек деп ойлаймын. Себебі бұл жерде қатысып отқан тұлғалар тиісті органдарға жеткізу керек шығар. Сонымен қатар жаңағыдай бала тәрбиесіне, үй тәрбиесіне, үйдің проблемасына ешқандай араласпайды дейді әйел адамдар. Сосын ең негізгі себеп бүгінгі таңда көзіне шөп салу. Әйелі жоқ, ер азаматы жоқ. Біздің Жаңаөзенде солай айтып келгенде, мен бір өзім Алматыда жұмыс жасадым. Сол кезде Маңғыстауда біреу айтса, мен өзім ашуланатынмын. Маңғыстаудың азаматшалары бетке тіке айтса да теріс қылығы жоқ деп. Өзімнің ауылыма келіп тағайындалған кезде мен осы статистиканы көріп, шынымды айтсам, шошыдым десем, артық айтпағаным шығар. Себебі күйеуге ерегесіп әйел қыдырады, әйелге ерегесіп күйеу отырады. Бала өздерімен